Ассалаумағалейкум. Айшықты ақпараттарды салмақты оймен сараптайтын ақшам телеарнасы өз жұмысын бастайды. Әуелі айтулы оқиғалардан андатпа. Ұлы дала сауда желісінің алғашқы әлеуметтік павильоны шаһар тұрғындарына есігін айқара ашты. Бүгін халықаралық отбасы күні. Мас күйінде көлік жүргізген Сәтпаевтық бас бостандығынан айырылды. Карантиннен кейінгі кәсіп. Қаламызда киім мен аяқ киім дүкендері өз жұмысын қайта бастады. Кенді аймағымыз тағы бір сауда орталығымен толықты. Олмысты шаһарымызда қарқынды жұмыс атқарып келе жатқан Ұлы дала сауда желісі. Бүгінде Жезқазған аймағының нарқын жаулап алған шағын маркет қаламызда өз жұмысын бастап кетті. Күні кеше қаламызда Ұлы дала сауда желісінің жаңа шағын маркеті қонақжайлықпен есігін айқара ашты. Бұл біздің барлық азаматтарымыз үшін, әсіресе Нұрлы Мекен шағын ауданының тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Осы салтанатты күні қонақтар мен алғашқы тұтынушыларды Сәуле Шәуенова басқарған дүкеннің қызметкерлері қарсы алды. Ашылу салтанатында дәстүрлі лента қиылып, арнайы келген қонақтар шашу шашты. Шағын болса да көркі мен келбеті үйлесім тапқан әсем дүкен келушілердің көңіліне қуаныш сыйлады. Павильонның ашылу салтанатында құттықтау сөз сөйлеген Сәтпаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысов Ұлы дала шағын маркетін жаңа форматтағы нысан деп тілге тиек етті. Жақын тұрғындарға, сонымен бірге барлық продукция осы ішінде бар. Сондықтан тұрғындарды тағы да құттықтаймын. Бұл бірінші, бірақ қаланың ішінде әр жерде 9 социальный павильон ашылатын болады. Бұл бірінші социальный павильон. Тұрғындарды құттықтаймын. Сәуле Бақшанова, Мұхтар Атмайша үлкен алғысымды білдіремін. Біздің тұрғындарға өте айлы, өте бағалы төмен. Сондықтан тек қана жақсы деп ойлаймын қаламыз үшін. Қазақмыс корпорациясының даму жөніндегі директоры Бақтияр Қырықбышев құттықтаулар тізбегін жалғастырып, жаңа ашылған шағын маркеттің жұмысына сәттілік тіледі. Осы мини-маркет ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бәріңіз есіңізде шығар, осы 1,5 жыл бұрын заманауи Ұлы дала гипермаркетті аштық. Енді шынымен шамалы екі қаланың тұрғындарына ауыр болып еді. Қазір сол мәселені шешіп, шынымен осы әр район жаңағы ішінде өздері мини-маркеті болады. Сол бағалары жаңа айтқандай төмен. Сол енді қазіргі уақытта өзіміздің жоспар бойынша алда әлі Жезқазғанда бар 10 мини-маркет салу. Соны бәрі өз тұрғындардың жағдайын шешу. Енді шынымен қол жететін әр айсына қол жететін сондай жағдай жасап соған жетіп отырмыз. Енді тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Осындай жақсы оқиғалар көп болсын. Айта кететін жайт, дүкенде әлеуметтік сөре бар. Мұнда халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына арналған өнімдерді табуға болады. Сонымен қатар осындай шағын маркеттердің ашылуы жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сегодня мы открываем первый магазин. Бүгін біз Ұлы дала сауда желісінің алғашқы шағын маркетін ашқалы тұрмыз. Барлығы 20 дүкен ашылады деп жоспарлануда. Сәтпаев қаласында 10, Жезқазғанда 10. Осы айда тағы 4 дүкеннің ашылуы жоспарда. 3 маусымда, біреуі шілде мен қазан айларында ашылмақ. Есігін айқара ашып, ел игілігіне табыс етілген Ұлы дала шағын маркетінде енді сіздер қажетті тауарларды қолжетімді бағамен бір жерден сатып ала аласыздар. Бұл жерде нан және сүт өнімдері, шұжықтар, сондай-ақ тұрмыстық химия және басқа да қажетті заттар бар. Арзан әрі сапалы өнім алушылар қатары күн сайын көбеймесе азаймасы анық. Жерлестеріне барынша жақсы жағдай жасап жатқан Ұлы дала шағын маркетінің еңбегіне табыс тілейміз. Дәулет Сейтбеков, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін.
Бүгін халықаралық отбасы күні мемлекеттің іргесі берік болу жолында аянбай жүрген мерейлі отбасылар қаламызда да жоқ емес. Айтулы мереке қарсаңында біздің түсірілім тобы татулығы мен бірлігі жарасқан Молдабековтер шаңырағында болып қайтқан еді. Әріптесім Еркиназ Шоқан толығырақ тарқатсын. Берік отбасының кілті татулық пен сабырлықта дейді. Бүгінде 13 бала, 45 немере, 21 шөбере тәрбиелеп отырған Совет атамыз бен Рахима әжеміз. Қариялардың отасқанына биыл 60 жыл. Саналы ғұмырын шаруашылыққа арнаған жандар қазіргі уақытта бейнетінің зейнетін көріп, жаратқанға шүкіршіліктерін айтудан жалықпайды. 2010 жылы қасиетті Меккеге қажылық сапарына қол ұстасып барып қайтқан қос қажының шаңырағынан сәбидің үні кеткен емес. Негізі үлкенді сыйлаған дұрыс, ата-ананы сыйлаған дұрыс, айтып отырамыз балаларымызға. Қыз балаларды сыйлаған дұрыс. Ертең осы кішкентай жүрген қыз балаларымызды, немерелерімізді ертең үлкен ер жетіп, оларды ана болады ғой. Соның бәрін айтып отырамыз ұлдарға. Қызды сыйлап жүріңдер қыз балалар. Қыз баланың қолы жіңішке, жолы жіңішке болады. Соғыста әкеміз 42 жылы кетті ғой енді. Біз сол уақытта 6 жасар шешеміз совхозда дәйерке болды. Сонда бізді ертіп алып барады, шамамыз келгенше бұзауын айдасамыз, сиырын айдап келеміз. Түн болып кетсе, шарбақтың түбіне ұйықтап қаламыз. Содан шешеміз сиырын сауып болғасын, түн ортасында үйге келіп жатамыз. Ондай қиыншылықтарды көрдік, бірақ аштықты көрген жоқпыз. Тамағымыз шешеміздің арқасында, әкеміз соғыста болды да, біз әкеміздің қызын көрген жоқпыз. Әкеміз 46 жылы келді соғыстан аман есен. Сосын 3 жылдай, 4 жыл ауылда мал бақты, келді, соны қайтыс болды. Шешеміздің арқасында біз қиыншылық көрмедік. Сол жеткізді осындай дәрежеге. Жан-жағына дүние жинауды емес, бала-шағаны көбейтуді мақсат тұтқан Совет атаның ойын Рахима әжемізде жете түсінгендей. Өмірге 13 баланы әкеліп, омырауына алтын алқа таққан ана ұрпағының амандығынан басқа тілегінің жоқтығын айтты. Қойды да бақтық, дәйеркеде болдық. Бұл 3 жыл техникумда оқып келгенше, сол енемізбен екеуміз сол 3 жыл отырдық. Жаңағыдай қой бақ десе қой бағамыз. Дәйерке болды десе дәйерке боламыз. Сол өмірменен олар бәрін бітіріп, оқып бітіріп келгесін Құдайға тоба. Балалар егер жетті, өзіміз қатар осы өмір сүріп келе жатырмыз бірге. Екенде ешқандай жаманшылық, ешқандай не көрген жоқпыз. Балаларымызды Аллаға шүкіршілік өзі. Алдыңғы арба дөңгелек қалай жүрсе, артқы солай жүреді дейді ғой. Енді өзіміздің тәрбиемізбен, балалардың тәрбиесі. Өзіміз қалай келе жатырмыз, балалар да солай. Семьясына да бәріне солай өз тәрбиемізбен. Шаттық пен қуаныш билеген шаңырақ бүгінде немере шөберелердің бас қосатын алтын қазығына айналған. Отбасында жанжалды болдырмау, дастарханда ащы судың тұрмауы бұл үйдің басты қағидасына айналғалы қашан. Еп Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, орта толы мұсылманға бейбіт заман орнасын. Алланың жолы бірақ жол, адасып жүрген бауырдар, сол жолмен кері қайтыңдар. Білім алып еліне адасып жүрген жандарды ортаға қарай тартыңдар. Алланың досы Мұхаммед үмбетіне шапағат ет. Осы берген батамды бір Алла өзің қабыл ет. Әумин. Ата көрген немеренің болмысы осындай. Өсіп өнген мерейлі әулеттің үлгісі деп Молдабековтер отбасын айтуға әбден болатындай. Сөз соңында атамыз мүлде арманым жоқ деп ойын түйіндеді. Еркиназ Шоқан, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сатпаев қаласында мас күйінде көлік жүргізгені үшін алғашқы адамға қатаңдатылған жаза кесілді. Бұл жайында Сатпаев қаласының полиция бөлімі патрульдік полиция взводының командирі мәлімдеді. Ішімдік ішіп көлік тізгіндеген азамат бас бостандығынан айырылды. Бұған дейін де осылай мас күйде көлік жүргізіп куәлігінен айырылған. Осындай құқық бұзушылықтарын ескере отырып, Сатпаев қалалық соты ол азаматты 3 жылға соттады. Сонымен қатар темір тұлпар тізгіндеу құқығынан да өмір бойына айырылатын болады. Жол көлік оқиғасын алдын алу және жол қауіпсіздігін сақтауда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтың 608 бабы бойынша
егер жүргізуші автокөлікті мас күйінде жүргізсе қылмыстық жазаға тартылады. Ондай баптар Сатпаев қаласында орын алды. Азамат автокөлікті мас күйінде жүргізіп 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сол себептен Сатпаев қаласының тұрғындарын автокөлікті мас күйінде басқармауын өтінеміз. Естеріңізге салайық, президенттің пәрменімен қолданыстағы заңға өзгерістер еніп жаза күшейген. Бұл содан бері Қарағанды облысы бойынша тағайындалған алғашқы сот үкімі. Жалпы айта кетейік, Сәтпаев қаласында жыл басынан бері жол көлік оқиғасынан 2 адам қаза тауып, 5 адам дене жарақатын алыпты. Ал заң аясында жүргізуші куәлігінен айырылғандар бойынша 6 факті тіркелген. Полиция қызметкерлерінің айтуынша 608 бапқа енгізілген өзгертулер аясында автокөлік жүргізушісі көлігін масан күйде айдаған болса 15 тәулікке қамаққа алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылатын болады. Ал егер осы әрекетін қайталаған жағдайда 3 жылға бас бостандығынан айырылады, немесе 500 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұлды арқалайтын болады. Сондықтан да жүргізушілердің құлағына алтын сырға, мас күйде автокөлігіңізге отырмағаныңыз абзал. Алтынгүл Төлегенова, Әли Әбілғазы, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Облыста карантиндік шаралар жеңілдеген күннен бастап Сатпаевтық киім-кешек және аяқ киім дүкендерінің жұмысы қайта жандана бастады. Кәсіпкерлерге карантин кезіндегі мәжбүрлі демалыстан бұрынғы жұмыс режиміне кірісу қиын болды ма? Және кейбір клиенттердің көзқарасы қалай өзгергендігі туралы біздің келесі бейнесюжеттен біле аласыздар. COVID-19 коронавирустық пандемиясы адамдарға ғана емес, бизнеске де айтарлықтай әсерін тигізгені рас. Әлемді жаулаған індеттің кесірінен барлық дүкендер мен кәсіпорындар жабылып, қала жансызданып қалғандай күй кешті. Алайда жақында өңірімізде карантин талаптары жеңілдетіліп, бірқатар нысандардың жұмысы қайта жандана бастады. Бұл ретте басты талап карантин жағдайында қарастырылған қатаң санитарлық эпидемиологиялық шараларды сақтау болып тұр. Шағын бизнес өкілдерінің мәжбүрлі демалыстан кейінгі кәсібі қалай жүруде және кәсіпкерлер төтенше жағдай кезінде қандай қиындықтарға тап болды. Бұл туралы бізге қаланың бірнеше дүкендерінің иелері мен сатушылар айтып берді. Повлияло, конечно, очень сильно. Төтенше жағдай режимі бізге оңай тимеді. Алматы жабық болғандықтан алғашында мүлдем тауар болмады. Біз тауарды негізінен Алматы қаласынан алатынбыз. Ал қазір тауарларымыз әсіресе қалың жидешелер мен күртешелер мүлдем өтпей қалды. Себебі елімізде бұндай жағдай орын алатынын білмегендіктен алдын ала көктемгі тауарларға тапсырыс беріп қойған болатынбыз. Кейін дүкеніміз жабылып қалды. Ал қазіргі ауа райына байланысты олар сұранысқа ие емес. Мемлекеттен көмек болса жақсы болар еді. Әрине, бұл шаралар біздің денсаулығымыз бен қауіпсіздігіміз үшін екенін түсінеміз, бірақ зардабын әлі ұзақ уақыт тартатын секілдіміз. Десе де бұл кезеңді де аман есен өттік, бәрі жақсы болады деген үміттеміз. Карантин кезінде кейбір дүкен иелері қол қусырып отырмай жаңа кәсіпті игеріп, онлайн режимінде жеткізу қызметімен жұмыс жасады. Әрине, сұраныс әдеттегідей жоғары емес еді, бірақ сатып алушылар болды дейді олар. Мы открыли для себя. Бұл кезең кәсіпкерлер үшін оңайға түспеді, бірақ біз өзіміз үшін жаңа дүниелерді аштық. Яғни онлайн жеткізу қызметімен жұмыс істедік. Тапсырыстарды қабылдап, карантин режимін сақтай отыра тұтынушылардың үйлеріне жеткізіп жұмыс жасадық. Сатып алушыны көре алмағандықтан, олардың пішінін білмегендіктен, біз оларға қандай тауар ұсынатынымызды білмедік. Сол жағынан кішкене қиындау болды. Ашылғанымызға қуаныштымыз. Алғашқы 2 күнде тұтынушылар өте көп болды. Қазір де аз емес, барлығы қуанышты. Әрине, біз де өзіміздің тұрақты клиенттерімізді көріп тұрғанымызға қуанып қалдық. Осылайша киім-кешек пен аяқ киім дүкенінің иелері мен сатушылары уақытша қиындықтарға тойтарыс берді. Әрине өте қиын болды. Әкеп қойған товарларымыз өтпей қалды. Халықтың бәрі аяқ киім іздеп жүр, сұрайды, қашан ашыласыздар деп. Алған заттарымыз тұрып қалған, ол әрине бизнес адамына өте қиын. Ары қарай бизнесіміздің жүруі қиындап кетеді. Енді кешеден бері ашылып жатырмыз. Халықтар келіп жатыр, Аллаға шүкір. Енді соны бізге қайтып орнына қою үшін біраз тіршілік жасау керек. Халық келіп, бастап алып жатыр. 2 күнде біздің детский размерлеріміз бітті. Халық келіп алып жатыр. Конечно, үйренген жеріне келеді, өздерінің келіп жүрген дүкендер ғой енді.
Қазір елімізде, бүкіл әлемде қиын кезеңдерді бастан өткеруде. Сондықтан мұндай уақытта қолдау мен ынталандыру бұрынғыдан да маңыздырақ. Арнамыздың редакциясы барлық жерлестерімізге, соның ішінде кәсіпкерлерге жаңа жеңістер мен тез арада қалпына келуді тілейді. Біз біргеміз. Диана Абдықалықова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, жақсылықта жолығайық.